Бүгін деген мүлдем сторисқа шығуға қол босаған жоқ. Барахолкада болдым. Енді қазір үй жаққа келіп, кешке қонаққа барайын деп жатырмыз. Негізі 6-ға шақырған қазақпыз ғой, кешігіп барайын деп жатырмыз. Зухра мен Бексұлтанның шаңырағына. Қалайсыңдар? Привет! Это не все? Да. Спасибо! Қалайсың? Жақсы. Ойбай. Тоқта. Үйлеріңе бірінші келіп тұрмын ғой. Ойбай! Шашуға. Ерасыл! Шашу болса. Ойбай, мынаны қараңыздаршы. Мына қолынан түк келмейді дейміз. Жаққа өнер ғой ана жақта. Ойбай, қанша таңертең 6-дан тұрып пісірдім ғой, 6-дан. Бұл 2 күн бұрын да Ойбай, үйдің орқыраса, посуда алып сендер үшін. Қаншама алмаған посудан сендер үшін алдым. Біздің арқамызда Зухра үйін жинап тамаққа жай Посуда алып қалып десейші. Стористар қандай бір түрі. Қанымда әп-әдемі қылтып жайып қойып, настроением күшті болып, енді сіздермен отырып күшті әңгіме айтайын деп жатырмын. Негізі біз әйелдер вообще молодецпіз ғой. Барлығын үлгереміз. Үйдің жұмысын кеше көрдіңіздер, барлығын жасап қойым деп мақтап қояйыншы. Жұмысты сырттағы жасаймыз, баланы туамыз, бағамыз, қараймыз, садигіне де апарамыз. Барлығын үлгереміз. Сөйтіп жүгіріп жүріп, біз өзіміздің денсаулығымызды ұмытып кететініміз бар енді. Ондай бар. Енді статистика бойынша келетін болсақ, көбінесе аты жаман ауру бар ғой, онкологиямен әйел адамдар ауырады екен. Не үшін? Оның себебі әйел адамдардың шаршаңқы болуы, нервозность дейді, зоб ауруларының асқынып, гормональный нарушение, зоб ауруының асқынып кетуі, осының барлығы сол жаман ауруға алып келіп соқтырады. Сол үшін қыздар, особенно мына бала босанғаннан кейін біздің организміміздегі бүкіл витамин балаға кетіп қалады. Содан кейін жаңа мен сіздерге айттым ғой, сторисімді алдында көрдіңіздер ма? Кеш жарық. Бүгін негізі бір жақын әпшем қонаққа шақырған болатын. Өкінішке орай бара алмайын деп тұрмын да, негізі барғым келіп тұр қатты. Алда жарысым бар деген сияқты, тренировка бар, тренировканы жібермеу керек. Тренировканы жіберсең, тренер ұрсады. Әпшеңе барсаң, әпшең ренжиді деген сияқты. А так, главный сыйластығымыз бар ғой. Пока тренировкаға барайын, ренжімейді деп ойлаймын, түсіндіремін ғой. Бүгінгі Алматының жаңалығын айтып кетейін енді. Бүгін Алматыда сағат 7:30-да күн күркіреген кезде анау деген анау тас түскендей болды қалағаш. И машиналардың бәрі сигнализация беріп, өзім шошып ояндым да. Енді масқара, енді Алланың қаһары дейміз ба, тәубеге келейік, ешкімді алдамайық деген сияқты, бір-бірімізді сыйлап жүрейік. Сондай ғой, заман сондай. Қатыгез болмайық. Әдемі тренировка болды. Бүгін спарринг, күрес, бокс, отработка. Еңбектеп келеміз, еңбекпенен үйін бағу керек еркек деген. Ешкімге жағынып жүргенім жоқ. Керек еткендерді де, керек етпегенді де. Так что, тек қана өздеріңізге сеніңіздер, и өздеріңізді алып шығыңыздар. Ассалаумағалейкум. Жаңбыр деген құйды. Біз талдың астында тұрмыз. Қараңыздар. Кәдімгідей құйып кетті ғой жаңбыр. Ойбай, екінші телефоным. Осың бір жұмыстарымыз бітіреміз әдетке бәт, бітпей алып. Пандемикке қалды. Қалайсыз? Самая и самая. Жаз болып тұрсыз ба? Жаз. Так что бәрі меген шығып жатыр роддомнан. Роддомның несін сөйлесеміз ба деп еді. Что-то бітпей қалды olsun. Жалпы Басеноваға кетіп тұрғанбыз ғой. Басеновада босанғандар бар ма негізі? Қалай не айтасыздар Басенова туралы? Білмейміз, әлі қарап жүрміз. Екеуміз бүгін қалаға не үшін шықтық? Қайтадан кешкі серуен. Екеуміз бір-бірімізге подарка жасаймыз. Мен кешкілік ужинға шақырып жатырмын, ал әйелім маған мен Puma киетін, енді маған Adidas'тан кроссовка әперін дейді. Вообще сондай. Үйде отырмаудың амалы ғой.